Болашақ футболшы Жақып футбол ойынын қатты жақсы көреді. Жақып баласын стадионға алып келді. Ол жақта адамдар көп екен. Көк майкдағылар Қайраттың командасы, ал ақ майкдағылар Ташкенттен келген футболшылар. Сөйтіп Жақып баласына ойын шартын түсіндіріп отырып қызығып кетті. Сөйтіп, әне көрдің бе, қалай жақсы тебеді, деп деді. Ұлына қараса, ұлы да мәз болып, ол да доп тепкенде қуанып отыр. Сөйтіп, көп ұзамай ойында аяқталды. Сөйтіп, әкесі мен Жақып пен баласы екеуі үйіне қайтты. Мұндағы заттың атын білдіретін сөздер: Жақып, ойын, стадион, халық, доп, футболшы. Ал заттың сынын білдіретін сөздер: көк, ақ, атауын білдіретін сөздер, олар: келді, тебеді, аяқталды, қайтты. Қандай сұраққа жауап береді ол? Қимылдық атау. Не істеді, қайтты.